Құрметті көрермен, қыздарды жылатуға тек қана пияздың құқығы бар. Ал қыздарды күлдіртуге ұнайт шоудың резиденттерінің құқығы бар, әрине. Сонымен, өздеріңіз түсініп тұрғандарыңыздай, бізде қазір ұнай майдары. Сонымен, бүгінгі ұнай майдарының жұлдызды қонағы әнші экс-кешюлық актриса Элизат Берикова. Неге үндемей қалдыңдар? Сөз жоқ, просто сөз жоқ. Әдемі қыздарды көрген кезде тіліміз байланып қалады солай. Одни эмоции. Менде нормально, байланбайды, нормально. Нормально ма? Менде нормально, байланбайды саған. Қазір бірінші жазыңды. Менде нормально, менде нормально. Я тебе ще напомню десе. Менде нормально. Элизат, қошемет Элизатқа. Элизат, көңіл күйіңіз қалай жалпы? Жақсы келдіңіз ба? Бәрі күшті ма? Мына жігіттер енді көңіл күйіңізді құртып қояды деп ойламаймын. Керісінше көңіл күйіңізді... Жігіттер сізге жылы сөздерін, лебіздерін білдіреді. Сіз ішінен үздігін анықтап өзіңізге тауып аласыз. Қайсысы ұнайды, соны аласыз. Келістік қой? Түрге де қарау керек па? Керек емес сияқты, әзілге қараймыз ба? Әзілге? Жоқ, түрге де қарай беріңіз деп кісі. Өзіне уверен ба? Сонымен бастаймыз ғой. Сонымен ұнайым айдары Эльдар кеттік. Элизат, мен сен кешеудің нешінші составы екенін білмеймін, бірақ мен жүрегімде бірінші составсың. Мен де өзім білмеймін, қаншасы составта болғанын десте. Сол қой. Мен қалдым ғой. Қалды ғой Эльдар, ұнады ғой. Қалды, я. Рахмет. Қошеметтеріңіз Эльдарға. Қалдырамыз Эльдарды. Қалдырамыз. Сіз кешеуда ән шырқағасыз, мен Шымкенттем, екеуміз қосылып шешеу болмадық ба? Шешеу. Ондай барман енді осы. Жоқ, сондай топ деп атырмын өзіміз. Шешеу. Қалды. Нұрсұлтан қалды. Бәрін қалдыра берсең да, добрый. Администраторлар қайда? Администраторлар срочно скорый шақырыңдар. Залдағы жігіттер мына кісінің сұлулығынан талықталып атыр. Қай жігіт өзің суалып барып берейін? Көп қой. Оған су апару үшін водовозбен әкелу керек суды. Бүкіл жігіт талып атыр сіздің сұлулығыңызды көріп. Әні, не дейсіз Элизат? Қалдырамыз. Бәрін қалдыра берсек. Элизат, өзің білесің. Элизат, барлығы сен қолыңда. Нұрбол. Жаңа скорый шақырып атқан кім кішкен? Көбірек шақырасың ба? Талып атқандардың екі-үшеуін жүрек жарылып кетті уже. Сұлулығын көріп. Мына жақта хирургтар жоқ енді. Жүректер жарылмасын, хирургтар жоқ деп. Сіз үшін табамыз. Не дейсіз Элизат? Осылай құтылып кетіп бара жатыр енді, білмеймін. Жоқ, жақсы айтып тұрған сияқтым бұлай да? Қалай мысалы, сен сынып тұрсың ба маған? Жоқ, давай ұшырып көрейік. Нұрбол. Жақтырмайды соң, айтшы, жақтырмайды соң, да? Үйге қайта берсе. Рахмет Нұрболды, қошеметпен шығарып салайықшы, рахмет Нұрболға. Не істедің Нұрболға? Элизат, көрдің ғой қалай жігіттер уайымдап жатыр, сен бір жоқ деген жауабын. Ұзат жердік анан. Ауыр көтере алмай қалдым. Жалғастырамыз ғой. Елжан. Ау.
Мен негізі боксер емеспін, бірақ сізді ренжіткен адамды ұртсауға дайынмын. Қалай? Қысылып Так, мен қайдамын деді. Ұнамағанда түрінен көрініп тұр ма? Нұрболдың қасына барасың ба? Шәуілдірге 2 адам басыратына Бар, Нұрболдың қасына барып келсе. Рахмет, Елжанды қошеметпен шығарып салайықшы. Рахмет, Елжан. Даланың дарыны ананың тәлімі дарығандай, өзіңдей аруға қол жеткен жанның бағы бардай. Арбаға тайының елігі, шығыстың болған көрігі, батыстың дара ер жүрек ұлымның аттай. Өшпесін сезім жаққан жалын, арайлап атсын ақтаңдар. Рахмет, Елжан, рахмет, айналайын. Жолың болсын, артыңа қарама. Арттарыңа қарамаңдар. Не, бір орын алып қалыңдар мағанда. Азамат, азеке, давай. Элизат ханым, егер сіз менімен мәңгі бақи жұмыс жасайтын болсаңыз, мен сіздің отчеттарыңызды қабылдамай, қаныңызды шередім. Кемі 1-2 переделка жіберіп, договорға қол қоюға дайынсыз ба? Деп, серьез жұмысқа болсын. Біздің жұмыс битонмен шылақ құямыз. Тоқтан кере! Білмеймін, не айтарым білмей тұрмын. Менде үйде как раз ремонт болып отыр еді онда. Болды ма? Бригада керек па? Бригада керек. Қалдырамыз? Қалдырамыз. Азекен қалды. Прикинь? Бексұлтан. Саламатсыз ба? Қазір Алматыда 43 градус ыстық болып жатыр. Ол менің сізге деген сезімнен де төмен. 44 қой Бексұлтан. И так-то сомен давление болып жүреді енді. Ыстық ұнамай ма? Ыстық ұнамай. Жоқ, бірақ сен қаласың. Бірақ Бексұлтан. Бексұлтан қалды. Қошеметтеріңіз. Жалғастырайық. Екінші айналым ба? Эльдар. Элизат, екеуміз кешкі сияқты уақытша жүрмей, Жанболат пен Жазира сияқты мәңгілік жүрейік. Қалай жалпы? Элизат, Эльдар деген топта әдемі естіледі? Иә, Жанболат, Жазира деген сияқты. Әзіл күшті. Әзіл күшті. Қалам ғой, Қалды. Эльдар қалды. Жалғастырайық, Нұреке. Жалпы сіздің папаңыз Аязда емес па? Қасында бұғы болып жұмысқа тұрайын деп едіңіз. Мынандай керемет сыйлықты осында қалдырып кетті деп жатырмын да енді. Қапшығынан қуатып алыпты дейді да сізді. Күшті ма? Нұрекең қалды. Есет. Элизат, анаңыз Снегурочка емес па? Мынандай подарканы Аязат аңғасында қалай ұстап жүрдікен деп атқаным ғой просто. Әлде Кетсін ба қайын деп жүр. Қайтсын ба үйне? Жібереміз ба? Ұлы дала қызы. халық сұрап отыр. Біздің елде бәрі халықтың санасады. Давайте, қызып қалдырайық. Езақам қалды халықтың шешімімен. Азамат. Элизат ханым, сіз біз екеу болып тұрық, енді тағы 3 кішкентай бала қосып алып, бір команда құрып алсақ қалай қарайсыз? Қандай команда екен түсінбедім? 3 баланы айтып тұрамын. Не команда ол? Не істейтін? Отбасы дейтін. Отбасы? Өзі риза болсын. Болды. Қалам ба? Рахат, баскетболға команда жинейміз, дайындал. Шабақтарыңыз, Азамат қалды. Жалғастырайық, Бексұлтан. Мен Баян Есентаева емеспін, бірақ мына жігіттер тарқат жерге дайынмын. Сен үшін, кеш үй қылып жерді ғой, ана жақты. Қалсын. Қалсын ба? Баян Есентаева қалды. Нұрсұлтан. Негізі Элизат ханым Англияның патшайымы болуға әбден лайық. Елизаветаның орнына Элизат деген әдемі келеді. Рахмет. Қалдыраймыз, а? Қалдырамыз. Халықтан сұрақ дегенсі. Өзімен сөйлесіп отыр. Кетсен десе бәрі. Жек көретін болса да. Элизат өзімен сөйлесіп отыр. Қалдырамыз ба? Қалдырамыз.
Болды. Нұрсұлтан, қошеметтеріңіз жалғастырайық бізде. Есақа? Ай, осы шайын деп тұрсың ғой деймін. Бастамай жатыр. Естідіңдер ма, не деген әдемі сыңғыр күлкі. Бекер күлді. Күлкісі сұлу уже. Кескіні қандай екен? Есет, давай не будем врать. Болды ма, Есақа? Жоқ. Болған жоқ. Принцесса Эльза деген бар, принцесса Эльза. Сол қалай ойлап тапты деп жүрсем, Элизат ханымға қарап теңеп, сөйтіп принцесса Эльза қылып шығарған деп ойлаймын өзім. Мен тек ойыммен бөлісіп кетуге келдім. Бұл информация. Элизат? Эльзаның шашы негізі сары. Вообще маған ұқсамайды десең. Ай, енді сенің шашыңды суреттеуге ешбір суретшінің фантазиясы жетпесе, мен істеймін. Қайт онда, үйіңе. Рахмет, Есақа. Жолың болсын. Тырыстық. Музыка қоймайсыздар ма не? Есеткен артына қарамай кетіп қалды. Жоқ, өзі сондай жігіт бұл, артына қарамайды. Азамат. Қызық вообще. Ағда жылаймыз ба деп еді жа. Айта берсем болады ғой. Негізі адам максимум күнге 3 секунд қарап тұра алады екен. Мәңгі бақи қарап тұра алатындай қандай күнсіз? Рахмет. Қалдырады. Жалғастырақ, Эльдар. Элизат, сен случайно Google емессің ба? Неге? Просто іздеген бәрін сенен таптым. Енді прям күшті сұрақ қойдың ғой, неге? Біліп қойғанды. Элизат, Эльдар қалды ма? Қалды. Әрине қалды. Программаны созып жіберсең де. Жоқ, күшті болып жатыр. Нұрсұлтан. Арадан 3 жыл өтті. Еліге? Нұрсұлтан әлі сындыра алмай. Танима бір-бірін уже. Элизат ханым, жалпы сіз ән шырқаған кезде бесіктегі сәби түгілі мен елжіреп ұйқым келіп кетеді кәдімгідей. Или ол Просто әңгіме айтып берді ғараны. Или ол қарттық ба? Өлең айтып шарт салынса сені. Көзімнің жүректе кезімде көзімдан да. Билеп кетсең ол. Шашы қысқа апа айтатсақ. Қошеметтеріңіз Нұрсұлтанға. Рахмет көп. Бексұлтан. Қазір бар ғой, кинотеатрда Барби көрсетіп жатыр да. Мен ойымша шет елдің Барбиін көргенше қазақтың Барби дайын тұрған жоқ па? Не дейсіз? Қалды. Барби, кукласыз дейді. Күшті. Бексұлтан қалды. Эльдар. Элизат, документтерін жина. Мен қарана соңға апарып сені әлемнің 8-ші кереметі қылып тіркейін деп отырмын. Соңға. Соңға ма? Сонымен. Қалды. Қалды. Сонымен. Сонымен. Азамат. Мен ғой жаңа. Адам баласы жер және де Марстан басқа ғаламшарда ауа жетпей өмір сүре алмайды. Мәңгілік өмір сүретіндей қандай ғаламшарсың? Қалай? Өтті ме? Күшті. Күшті ма? Қалдырамыз. Азамат қалды. Эльдар, ал. Мен сезім саған қашан бітеді десен, ЛРТ салынып біткенде, яғни мәңгілік бітпейді деген сөз. Қайтарамыз ба? Да? Қайтарайық. Бұл? Қайтарайық па? ЛРТ-мен. Финал. Азамат Бексұлтан. Бастайтын Азамат, қошеметтеріңізбен. Егер де мен саған гүл сыйлайтын болсам, 1001 роза алмайым, 1000 роза алам. 1001-шісі сенсің. Жеңімпаз бар сияқты. Менде тағы біреу бар. Айтсын ба, Бексұлтан да? Айтсын. Жарайды, Бексұлтан да айтсын. Ал егер мен продюсер болсам, мен сен туралы толық метражда фильм түсіріп, оны кинотеатрдан каждый сеанс қоя беретінем. Егер мен продюсер болсам, сен туралы толық метражда фильм түсіріп, бірақ оны ешкімге көрсетпеймін, себебі сені қызғанам. Ой, ондай жігіт керек емес. Болды ма? Жоқ, сен тыңдашы до конца. Себебі сені қызғанам, бірақ сонда да көрсетем. Роналдо. Әлемдегі ең қымбат футболистердің бірі. Бірақ Эльза мен үшін одан да қымбат. Өйткені бұл доп теппесе де жүректен тебеді. Сонымен Элиза жеңімпаз. Жеңімпаз, на бала.
Бексұлтан. Есімім Бексұлтан. Қошеметтеріңіз Ұнайым Айдарының бүгінгі жеңімпазы Бексұлтан. Ал Ұнайым Айдарында жұлдызды қонағымыз Элизат Берикова. Қошеметтеріңізбен қаттырақ Элизат. Келіңіз ортаға. Ананың тәлімі дарығандай, өзіңді яруға қол жеткен жанның бағы бардай. Тарбағатайдың елігі, шығыстың болған көрігі, батыстың дара ер жүрегі олымның аттығы. Рахмет көп. Қошеметтеріңізбен Элизат Берикова.